Сәлем баршаға. Мен бүгін ми және миға әсер ететін 7 принцип жайлы сіздермен әңгімелесетін боламын. Видеоны көрмес бұрын менің арнама қолдау білдіріп, тіркеліп кетсеңіздер, мен үшін ерекше шабыт болатын еді. Ми сүтқоректілерде мінез-құлыққа жауапты орталық жүйке жүйесінің меңгеру торабы. Ми баста, бас сүйек қуысында орналасқан. Ол сопақша ми көпірі, мишық, ортаңғы ми, аралық ми және үлкен ми сыңарларынан тұрады. Адамзат ойлау қабілеті, саналы іс-әрекеті тікелей миға байланысты. Сан мың жұлдызы сәуле шашқан ғарыш пен ми өздерінің күрделілігі жағынан бір-бірінен кем түспейді. Қабілет қарымы, мүмкіндігін шексіздігіне байланысты ми ғалымдардың өздерін де әлі күнге дейін таң қалдырып келеді. Миды жұмыс істетуден бас тартқызатын 7 себеп. Олар: ұйқысыздық, стрессті басқара алмау, қозғалмау, жеткілікті су ішпеу, пайдалы майлар тұтынбау, миды жаттықтырмау және күнделікті жеміс пен көкөністерді жемеу. Мен қазір осыларға жеке-жеке тоқталатын боламын. Миды жалқаулыққа жетелейтін 7 принциппен таныс болыңыздар. Сонымен миыңыз жұмыс істетуден бас тартады. Егер ұйқыңыз қанбаса, созылмалы ұйқысыздық денсаулыққа зиян келтіріп қана қоймай, ол зейін қою мен ми жұмысын әлсіретеді. Көптеген адамға күнделікті кем дегенде 7-8 сағат ұйқы қажет. Бірақ бұл сан әркімде әрқалай. Стрессті басқара алмау. Стресске жол бермеу керек. Стресспен күресудің көптеген қолжетімді амалдары бар. Оның ішінде күнделікті жүргізу, психологпен жұмыс, дұрыс демалу жаттығулары және тағы басқалар. Қозғалмау. Физикалық жаттығулар қан айналымын жақсартады. Ал бұл өз кезегінде оттегі мен нәрлі заттардың дененің барлық жасушасына таралуын қамтамасыз етеді. Жеткілікті су ішпеу. Біздің денеміз шамамен 60% судан тұрады, ал ми одан да көп, 80%. Егер ағзаға жеткілікті су ішпесеңіз, онда ашуланғыш және тез қозғыш боласыз. Дұрыс шешім қабылдай алу мүмкіндігіңіз төмендеп кетеді. Пайдалы майларды тұтынбау. Трансмайлар, яғни маргарин тағы басқалар деп аталатын өңделген, сүттектендірілген майларды тұтынбауға тырысыңыз және қаныққан мал майларын тұтынуды азайтыңыз. Ал полиқаныққан және моноқаныққан майлар, олар жаңғақ, рафинатталмаған өсімдік майларында, авокадода бар. Омега-3 май қышқылдары сапалы балықта, грек жаңғағында, зығыр дәндерінде болады. Миға өте пайдалы. Миды жаттықтырмау. Жаңа сабақтарды оқу, шет тілін үйрену, қосымша дағдыға үйрену, интеллектуалдық хобби, ми қорын сақтап қалуға және көбейтуге көмектеседі. Үздіксіз мидің жаттығуы оның өмір бойы жоғары деңгейде жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Күнделікті жаңа піскен жемістер мен көкөністер жемеу. Тұтынатын тағамымызда өңделмеген өнімдердің болуы ағзамызға өте пайдалы. Бұл әсіресе өсімдіктерге қатысты. Көкөністер мен көк шөп, дәнді дақылдар, бұршақ тұқымдастар, олар дәрумендер, минералдар, антиоксиданттар мен жасұныққа бай. Мұның бәрі мидың жұмысына қажетті. Сіздермен болған сәуле. Назарларыңызға рахмет.